Дүкен сөрелерінде отандық тауарлармен қатар басқа елдерден әкелінген тауарлар толып тұр. Қазіргі таңда Ресей мен Украина елдерінен елімізге әкелінетін тауарлардың бағасы біршама төмендеген. Оның ішінде сары майды атап өткен жөн. Отандық өндірушілердің айтуынша бұл өз өнімімізді сатуға кедергі жасап отыр. Айтуларынша қазақстандық өнімді одан да төмен бағамен сатуға мәжбүр. Речь идет о оптовых поставках. Мәселе Украинада шығарылатын крестьянская сары майын Қазақстанның бірнеше өңірлеріне келіп, демпингтік бағамен сатылу болып отыр. Әрине сүт өндірушілер үшін бұл өте кедергі келтіріп отыр. Сондықтан біз өз өнімімізді сапалы шығарып, әрине бағасын төмендетіп отырмыз. Қаламыздағы азық-түлік дүкендеріндегі жағдай бір қалыпты. Тұтынушылардың көбі өзіміздің отандық өнімдерді сатып алатын көрінеді. Если это колбасная продукция, то есть категория. Шұжық сүт өнімдерін алушылардың ішінде отандық және ресейлік өндірушілердің өнімін таңдайтындары да бар. Әрине бұл халықтың өз жағдайына байланысты. Ал халық арасында жүргізген сауалнама барысында бірі қазақстандық тауарларды, бірі ресейлік тауарларды таңдайтындарын жасырмады. Российский товар меня не интересует. Ресейлік тауарларға қызығушылық танытпаймын, отандық жергілікті өнімді таңдаймын. Өз өніміміз дайын болған уақытта бірден дүкен сөрелеріне келіп түседі. Сақтау мерзімі өтіп кетпейді. В России, допустим, за наши деньги в переводе можно купить дешевле. Ақшаны Ресей рубліне аударып, біршама арзан бағамен тауар сатып алуға болады. Сондықтан қазір біздің еліміздің халқы Ресейге арнайы барып тауар сатып алатындар көбейді. Я вообще казахстанский, натуральный. Тек отандық, қазақстандық табиғи өнімді таңдаймын.